Бәріңізге сәлем, сіздермен Айдана. Бүгін біз мампар жасайтын боламыз. Ол үшін бірінші етімізді салқын суға тұзымызды салып, қайнатуға қоямыз. Одан соң салқын суға тұзымызды салып, қамыр елейтін боламыз. Осылай жақсылап елейсіздер, және де болғаннан соң жарты сағатқа бетін орап қойып қоясыздар. Ал ол уақытта біз етімізді турап аламыз, төртбұрыштылеп. Барлық керек затымызды турап қоямыз. Міне мен етімді, кинзамды, чеснок, помидор, пияз және полугоркий бұрыш и кәдімгідей болгар бұрышын турадым осылай. Ал одан кейін міне қамырымды алып, кішкене жайып аламыз, және қалыңдау болу керек. Міне осылай кесіп алатын боламыз. Барлығын кішкене жуандау қылып, ал болғаннан соң қолымызға кішкене май жағып, осылай кішкене тартып созып шығатын боламыз. Бәрін болғасын осылай майымызды жағамыз. Барлық жеріне жақсылап болғаннан соң пакетке салып, бір 15 минуттай қойып қоямыз. Ал қызып тұрған майымызге томатымызды салдым. Негізі лапизамен істейді, томат пастасымен. Томатымды қуырдым. Одан соң кішкене ғана чеснокты салып, тағы да қуырып аламын. Міне етімді салып, жақсылап араластырамыз. Тұзды салып, араластырып, одан кейін пиязымызды саламыз, қуырамыз, және де помидорымызды салып қуырамыз. Міне кинзадан салып жатырмын жартысын. Осылай жақсылап араластырып қуырып аласыздар. Ал одан кейін міне чили бұрышын кішкене салдым. Ол мампарға жақсы дәм береді. Соевый соус құйып, кішкене қойып қоямыз. Одан соң қамырымызды алып, осылай созып, басып шығамыз. Осылай жалпақтап шығамыз барлығын. Міне, көргендеріңізде бәрін созып, осылай жалпақтап шығып жатырмын. Кішкене май жағамыз. Барлығын осылай созамыз. Міне дайын. Ал одан кейін ұнға малып алып, барлығын үзіп шығамыз, немесе пышақпен кесіп шығамыз. Осылай болады, төртбұрышты болып. Міне біздің етіміз пісіп қалды. Чесногымызды салып, тағы да қуырамыз. Болгар бұрышын салдық, оны аз ғана қуырамыз. Себебі сорпада кіртілдеп жүру керек. Міне бульонымызды қойып, жақсылап қайнатамыз. Қайнатып болғаннан соң үстіне қамырымызды саламыз. Мен қамырымды кішкене қатырып алдым. Міне енді қалған чесногымызбен пиязымызды саламыз. Міне пісті, осындай әдемі болып шықты. Енді құйып бере берсеңіздер болады. Өте дәмді болады. Чили кішкене ащы дәм беріп тұрады. Дайындап көріңіздер. Ұнап жатса, лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айдана.